Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Жазира. Супер асхана каналына қош келдіңіздер. Мен бүгін мындай закрывашка туралы айтпақшымын. Мен бұл закрывашкамен мен алғаныма 7 жыл болды. Мен соның ішінде кей кездерде банкілерді дұрыс жаба алмай жүрдім. Сосын 1 жыл мен бұл дұрыс жаппайды деп жүрдім. Сөйтіп мен іздедім, бұның несін тауып алдым. Негізі бұл закрывашканың бұл түрін көп адам ұнатпайды. Енді қай жерде екен, біз мына былай ұстап тұрған кезде, қатты басқан кезде мына жер өте төменге түсіп кетеді да, сосын крышка жабылмай қалады екен. Ал енді мен бұны міне көріп тұрсыздар, иә, мына жерін бүйтіп жақсылап қатырып тұрып бұрап отырдым. Әр бір банкі жапқаннан кейін қарап, содан кейін мынаны өте қатты баспай былай жанама айналдырып келген кезде бұл өте жақсы жапты. Міне, мен өзім қатты қуанып кеттім, что өзімнің закрывашкам жақсы жабатын, қалай жақсы жабуға керек екенін оның тілін тауып алғаннан кейін, енді содан кейін мүмкін мен сияқты қиналып жүргендер бар шығар деп видеомен бөлісуді жөн көріп алхамдулилля. Мінекей осы. Енді бұны сақтаған кезде біз кез келген майдың түрін былай майлыға батырып, былай міне мынаны жақсылап майлап қою керек, қатқамау үшін. Майдың кез келген түрі болады. Көрдіңіздер ме? Сосын мыналарды майлап қою артық етпейді. Майлағаннан кейін өте жақсы жүретін болады. Және не осы мешокқа салып су тимейтін жерге қойса, ода жақсы су тисе дат басып қалуы мүмкін. Достар, менің каналым пайдалы болса, ұнаса видеом, каналға жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.